Сәлем оқырман, бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын небәрі екі ғана заттан дәл осындай балмұздақ жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Видеом қызық болса міндетті түрде соңына дейін қарап, пайдалы болған болса жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен магазинде 20% қаймағымызды осылай арнайы ыдысымызға салып құйып алатын боламыз. Оның үстінен бір банка вареный сгущенкамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Егер де үйлеріңізде миксер болса, миксермен араластырғандарыңыз абзалырақ, болмаса осындай венчикпен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алыңыздар. Бізде дәл осындай керемет масса дайын болып шығады. Енді осы дайын болған балмұздақ массамызды арнайы мен магазиннен осындай одноразовый стакандарды алдым, осыған құйып жасау үшін. Осылайша енді осы стакандарымызды және осылай мороженый таяқшаларын сатып алдым. Осылай енді балмұздақтың массасын осы стакандарға арнайы бәріне бірдей етіп құйып шығатын боламыз. Барлығын бірдей етіп құйып шыққаннан кейін дәл видеода көрсетілгендей етіп осы стакандарды кішкене бір-екі тақтаға ұрып жіберсеңіздер, дәл видеодағыдай кішкене секіп жіберсеңіздер, массаларыңыздың беті теп-тегіс болып әдемі болып шығатын болады. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасап көріңіздер. Өте дәмі күшті болды. Біздің балаларыма қатты ұнатып, барлығы түгін қалдырмай жеп қойды. Дәл осындай қылып кішкене ұрғылап жіберсеңіздер, осылай беті теп-тегіс болып шығады. Осыған енді жаңағы балмұздақтың таяқшаларын осылай орталарына қойып шығатын боламыз. Барлығын қойып дайындап алғаннан кейін 2 сағатқа морозильникке қатыруға қойып боламыз. 2 сағаттан кейін алып, осы стакандарымыздың сыртын кішкене мороженейнен ажырату үшін кішкене мұздай суға бір тығып алсаңыздар, өздігінен ажырап түсетін болады. Міне менің балмұздақтарым дайын. Рецептін міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыз.